Hi guys, how are you? It is Janibek, your English teacher, and today we will learn three important topics of English language. The first one is imperatives. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілінің үш маңызды тақырыптарын өтеміз, және де солардың біріншісі imperatives, яғни қазақ тілінде бұл бұйрық құрай болып табылады. Және де кейбір кезде өтініште болады екен. Енді imperatives қай кезде қолданамыз? Біріншіден бұл бұйрық берген кезде, бір адамға бұйрық берген кезде, және де екіншісі өтініш жасалған кезде қолданылады екен. Мысалдарға көз жүгіртсек. Енді императивтің, яғни бұйрық құрайтын жасалу бұл өте оңай. Етістікті алып, бірінші сөйлемнің басына қоятын болсақ, немесе қаратпа сөз, немесе өтініш сөзден кейін тұратын болса, бұл бұйрық құрай болып табылады. Бірінші мысалда give a book, please. Give деген сөздің мағынасы негізі беру, ал бұл сөйлемнің басында тұратын болса, берші немесе бер деген мағынаны береді. Give a book, please. Кітап берші, кітапты берші, өтініш. Please answer my question. Өтініш answer. Яғни бұл жерде де answer деген етістік бірінші неде тұр, бірінші қатарда тұр, өтініш сөзінен кейін. Answer жауап бер менің сұрағыма, яғни менің сұрағыма жауап бер. Және де келесі мысал hey. Яғни ей деп бұл жерде қаратпа сөзді айтып жатыр. Hey, watch out. Яғни абайла деген мағынаны береді. Ей, абайла деп бір адамға айтқан кезде осы сөзді қолданамыз. Және императивтің, яғни бұйрық құрайдың болымсыз түрін жасау бұл да өте оңай. Жаңағы етістіктің алдына келемізде don't деген көмекші етістікті қоямыз. Яғни болымсыз жасау үшін don't бізге керек екен. Мысалға қарасақ, don't touch my phone. Touch деген, яғни бір нәрсеге тиісу деген мағынаны береді. Don't touch болса, тиіспе деген мағынаны береді. Don't touch, тиіспе, my, менің phone, менің телефоныма тиіспе. Келесі мысал, don't go out. Go out деген сыртқа шығу. Don't go out болса, сыртқа шықпа, without my permission. Яғни, менің рұқсатымсыз сыртқа шықпа деген мағынаны білдіреді. Яғни, императив бұйрық құрайына байланысты бүгінгі тақырып осындай. And the second topic that we learn today is object pronoun. Және де бүгінгі біздің өтетін екінші тақырыбымыз бұл табыс септігі, яғни object pronoun деп аударылады. Табыс септігін білесіздер, қазақ тілінен ол кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Мына жерде сол жақта жеті есімдік, бұл жеті есімдік ағылшынның қай тақырыбын өтсеңізде, бұл жеті есімдік қалмайды екен. I, мен болса, me деген сөз мені болып табылады. You өзгермейді, сені, he, him, оны, she, her, оны, қыз балаға, it, бұл да өзгермейді, оны заттарға немесе жануарларға. We, us, яғни us дегеніміз бізді. They, олар болса, them, оларды болып табылады. Және мысалдарға көз жүгіртсек. Бірінші мысал, I hate him. Hate деген жек көру. I hate, мен жек көремін, him, кімді, оны. Бұл жерде he қою мүмкін емес. We adore them. Біз adore деген құрметтеу өте қатты. Біз өте қатты құрметтейміз кімдерді? Them, оларды. Her car, оның көлігі is wonderful. Оның көлігі керемет. I like it. Мен оны жақсы көремін. Яғни it деген бұл жерде оны деген мағынаны беріп тұр, және де неге сілтеп тұр? Жаңағы қыз баланың көлігіне сілтеп тұр. Келесі мысал, call us when you leave home. Call деген, яғни мына жерде жаңағы бұйрық құрай кетті бізде. Call us, телефон шал бізге қашан үйден шыққан кезде. Бүгінгі тақырып мына object pronoun табыс септігінің құрылуы осындай болып табылады екен. Және біздің өтетін келесі әрі соңғы тақырыбымыз бұл can модальді етістігі. Жалпы can'ды қай кезде қолданамыз? Қандай да бір іс-әрекетті істей алғанда, яғни қандай бір амалды, қандай да бір нәрсені істей алған кезде, яғни адамның қабілетіне байланысты осы can модальді етістігі қолданылады екен. Мысалдарға көз жүгіртсек. We can play a piano. Play деген ойнау. We can play болса, біз ойнай аламыз. Неде? A piano. Яғни біз пиано ойнай аламыз. Және сұраулысы және болымсызы осылай құралады. Сұраулы мен болымның құралуы бұл to be етістігінің құралуына өте қатты жақын болып табылады. Тіпті сонымен бірдей десек те болады. Және can'ның қолданылуы келесі бір реті бұл өтініш ретінде болуы мүмкін. Мысалға көз жүгіртсек, can you help me?
help деген жалпы көмектесу деген етістік. Can you help me болса, сен маған көмектесе аласың ба? Can you give me salt? Give беру, жаңа айттық біз, salt тұз. Яғни сен маған тұзды бере аласың ба? Can модальді етістігінің құрылуы жалпы осылай болып табылады. Болымсыз түрінде істейтін болсақ, бізде can not деп істейміз. Және ол қысқарса да болады can деп. Яғни мына формасында, немесе мына формасында алсаңыз да өздеріңіз білесіздер, екі жағдайда сіздер қателеспейсіздер. Рахмет.